Қайырлы күн, Шымкент қаласының тұрғындары. Мен номер 66 Қазығұрт жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші Д сынып оқушысы Даутбек Алина. Бүгін мен сіздерге шырайлы Шымкент қаласындағы Абай саябағымен таныстыратын боламын. Артымызда тұрған саябақтың жұмыс істеп жатқанына 30 жылдан асты. Саябақ кеңес өкіметі кезінде 1989 жылы Владимир Ильич Лениннің атына берілді. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін 1990 жылдары Абай саябағы деп өзгертілді. Абай саябағы Шымкент қаласының ең көрікті және үлкен саябақтарының бірі. Саябақ қазіргі таңда 52 гектардан тұрады. Әр жыл сайын ағаштар отырғызылады. Саябақтың жағдайын Жасыл қала кәсіпорны қадағалайды. Абай Құнанбайұлының негізгі шын есімі Ибрахим. 1845 жылы 10 тамызында Семей облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Абай атамыз 175-ге жуық өлең жазды, 56 шығарма аударды. Поэмалар мен 45 қара сөздер жазды. Ұстаз, ақын, философ, ағартушы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушысы, аудармашы. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған ардагерлер аллеясы. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды, жазды мүлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талапты ғар, көңілімнің көз ашық сергек үшін. Төзу кел, қисық қоңыр қырын келмей, сыртын танып әспетпес сырын көрмей. Абай Құнанбайұлы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін.